Қайырлы күн, құрметті достар. Жасынан зерек алғыр өскен, баспасөз беттеріне қыр баласы деп таныстырған, жұрт көбісі ұлт көсемі деп таныған, тірі болсам қазаққа қызмет қылмай қоймаймын деп, ақтық демі қалғанша адал еңбек еткен Әлихан Бөкейхановқа биыл 155 жыл толып отыр. Әлихан Бөкейханов аудармашы, сыншы, экономист, тарихшы, публицист. Әлихан Бөкейханов Мұхамедұлы 1866 жылы 25 наурызда Семей облысының Қарқаралы уезінде Тоқырауын ауылында дүниеге келген. Баймырза ауылымызда көшемізге Әлихан Бөкейханов жаңа есім. Мен Баймырза ауылдық кітапханасының тұрақты оқырманы Рымханов Бекзат. Әлиханы Алаштың бостандықпен туысқандық теңдіктеп, адамзаттың ойын жырмен өрнектеп, асқар тауын тірек болдың еліңе, зар заманда қуып биіктен жетектеп, ой ақтарып, ой кеудеңнен сырсандық, жол көрсетіп болашаққа іс салып, Алаш орда қазақ үйін іргесін, қалап бердің ошағына от жағып, көтердің де еркіндіктің жалауын, талқандауға құлдық құрсау бұғауын, отаршылға күрес аштың жасқанбай, бабалардың қолына ұстап алауын, кешсең дағы қияметін азаптың, бар тілегін басын қосу қазақтың, ақ жолында дем біткенше тынбадың, отын кешіп қызыл құйын тозақтың. Әр жүректі бөлей білген сезімге, ұлылықтың үні жатты сөзінде, арныңнан жазбай алға тарттың сен, асыл мұрат артқасың өзіне. Көсегесін көгертем деп халқыңның, көптің қамын ойлау менен алқындың, алаш шақырғаным бірлікке, бабалардан жеткен асыл алтыным, жету үшін ел аңсаған ақтанға, қайыспадың мұз жастанып жатсам да, сәуле төктің табандылық танытып, көмілмеске қасіретті от шаңға, мен өзіңе қалай ұқсап тартпаспын, бойда қаның жарқылдаған алмасым, ән ұраным орындалса сен бірге, тіл қатасың Әлиханы Алаштың. Баймырза ауылдық кітапханасының тұрақты оқырманы Рымхан Еркенас. Әлихан Бөкейханов нақыл сөзі. Жұртқа әділ, бейпайдалы, көпке сүйенген, көп сөзін тыңдаған, байлығын орнында жұмсайтын, адам жемейтін, іс білетін, ел мүддесін ашық қорғай алатын болыс пайдалы. Ешкімнің Әлиханға барма сөзі, демеді қандай қазақ он көзі. Семей тұрсын жет облыс бар қазақтан, таласы жеке дара тұр ғой өзі деп Сұлтан Торайғыров айтқандай, Әлекен әрқашанда қазақ жүрегінде жеке дара тұлға болып қала бермек.